кәсіп басқармасы бұл мүмкіндігі көп бірден бір мамандықтың түрі. Яғни кәсіпкерлік дегеніміз бұл кәсіпкерлік мақсатпен айналысатын, кәсіпорын құру үшін қаражат іздеп табатын және сол тапқан қаражатымен кәсіпкерлік тәуекелдікке бас иетін адам. Бұл жұмыс қоғам үшін өте пайдалы. Мысал келтіріп өтетін болсақ, қарапайым мақтаны өсіріп, өңдеп, ол медицина қызметіне өте қажетті дүние. Ол арқылы дәрігерлер бізге, яғни халыққа көмегін көрсетеді. Сонымен қатар мақтадан мата, одан кейін киім пайда болады. Ол киімдерді біз қазіргі таңда киеміз. Мүмкіндігі жоғары мамандықтардың бірі қазіргі таңда SMM мамандығы, яғни ол әлеуметтік желілердегі қазір біздің қолданып жүрген интернеттегі Instagram, YouTube, Telegram каналдарын жүргізу. Бұның SMM мамандығының қызметі жалпы Instagram, Telegram, YouTube каналдарын ашу және де түрлі қызықтар, пайдалы жазбалар, яғни өзінің оқырмандарын қызықтыра білетін түрлі жазбалар қалдыру. Бұны табысына тоқтала кетсек, бастапқы кезде 150 мыңнан теңгеден басталады. Оны әрі қарай дамытып, түрлі қызықтыра білсеңіз, әрі қарай оны 2-3 есе қылып табуға болады. Жалпы бұл мамандыққа аса бір